бағдарламасы. Біз Ақмола облысы Жарқайың ауданынан келген Ұлағат тим командасы. Біздің бүгінгі таңдап отырған тақырыбымыз ол жас мамандарды кәсіби бейімдеу және әдістемелік қолдау көрсету жүйесі. Осы тақырыптың негізінде біз өнім құрастырдық, яғни ол өнім жасанды интеллект негізінде жасалған жас педагогтарды қолдауға арналған цифрлық платформа. Келесі өз алдарыңызда статистикалық ақпараттар берілген. Бұл яғни біздің ауданымыз бойынша соңғы 3 жылда ауданымызға келген жас мамандардың мониторинг көрсеткіші, яғни 20-24 оқу жылында бізге 7 жас маман келсе, 24-25-те 12 және 25-26 оқу жылында 22 жас маман келді. Сәйкесінше осындай ауданымызға жас мамандардың келуінің көбеюі қиындықтар мен келесідей мәселелерді туындады. Олар бірінші тәжірибенің яғни аз болуы, сабақ жоспарлаудағы қиындықтар туындады, әдістемелік материалдардың жүйесіздігі болды, тәлімгерлік жұмыстың жеткіліксіздігі әрине, және де құжаттарды рәсімдеу қиындықтары. Енді біз осы мәселелерді шетелдік тәжірибеге сүйене отырып шешуге тырыстық. Келесі бірінші Финляндия тәжірибесі, яғни пиер-груп менторинг, яғни топтық менторлық қазақша айтқан дегенде, бұл жерде Финляндия жас мамандары келген жас мамандарды бірнеше адамнан тұратын топтарға біріктіріп, бұл жерде міндетті түрде тәжірибелі ұстаздар болады. Сол ұстаздардың көмегімен өзі ішінара тәжірибелер алмасып, және де кездесулер өткізеді. Келесі бізде Сингапур тәжірибесі, яғни Structured Mentoring Program. Сингапур тәжірибесінің негізінде келген әрбір жас маманға міндетті түрде тәлімдер беріледі. Келесі бізде Жапония тәжірибесі Lesson Study. Бұл баршаңызға өте мәлім кең түрдегі таралған әдіс. Lesson Study, яғни қазақшасы өзіңіз білесіздер, сабақты зерттеу. Сабақты зерттеу барысында біздер бұл жерде, яғни жас мамандар мен тәжірибелі ұстаздар қосылып бірге жұмыс істей отыра сабақ жоспарларын құрастырады. Бұл жерде жас мамандарға пайда өте зор. Осындай тәжірибелерге ескере отырып, біздің ауданымыздың жас мамандарымен сауалнама жүргізген болатынбыз. Негізгі қажеттіліктерін анықтау үшін. Сауалнама нәтижесінде жас мамандардың 45%-ға жуығы оқу жұмыс жоспарын құруда, 50%-ға жуығы жаңа әдіс тәсілдерді пайдалануда және 18%-дан астамы құжаттамалық іс жүргізуде қиындыққа тап болғанын көрдік. Сонымен қатар жас мамандарымыздың 93%-дан астамы өзінің оқу процесінде кәсіби даму үшін жасанды интеллект құралдарын пайдалануда және сабақта бейне сабақтарды қолдануға ниеттерін білдіріп отырғанын байқадық. Енді осы жас мамандарды қолдау, кәсіби қолдау ретінде біз өзіміз жаңағы Canva жасанды интеллекті құралы арқылы өнім ойлап таптық. Яғни бұл өнім веб-платформа деп аталады. Бұны не үшін ойлап таптық және бұл жоба өнім қандай өзекті болып табылады? Қазіргі білім беру жүйесінде өздеріңіз білесіздер, жас мамандардың кәсіби қалыптасуы маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Еңбек жолын жаңадан бастаған жас мамандар, яғни түрлі қиындықтарға тап болып жатады. Әрине бұл тәжірибенің әрине аздығынан. Сондықтан олардың кәсіби ортаға тез бейімделуіне жағдай жасау, әдістемелік қолдау көрсету және тәлімгерлік көмекті ұйымдастыру білім беру сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады. Енді бұндағы шешімдердің негізділігі ұсынылып отырған цифрлық платформа жас мамандарға қажетті нормативтік құжаттарды, әдістемелік материалдар мен тәжірибелік ұсынымдарды бір ортаға жинақтайды. Яғни платформа арқылы сауалнамалар жүргізіліп, жас мамандардың кәсіби қажеттіліктері анықталады және тәлімгерлік байланыс ұйымдастырылады. Бұл жүйе жас педагогтардың кәсіби дамуына қолдау көрсетіп, олардың бейімделуін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Мына өздеріңіз көріп отырған портфолияның беткі жаңағы басты беті қандай бөлімдерден тұрады. Яғни басты бет, сауалнамалар, нормативті құжаттар, әдістемелік қор, аттестация, хабарламалар және басқару панелі деген сияқты блоктардан тұрады. Бұл басқару панеліне келген кезде бізде қанша пайдаланушы бар, қанша жас маман, қанша тәлімгер тіркелгенін бірден көруге болады. Және қаншама құжаттар салынғанын да анықтауға болады. Енді жалпы бұл платформаның ең бір ерекшелігі, қазір өздеріңіз білесіздер, қазіргі заманда жасанды интеллект, осындай ақпараттық технологиялар дамыған заман болғандықтан өте көп платформалар бар. Бірақ біздің платформаның ерекшелігі, сіздерге айтып кетейін, бұл жерде ең бірінші қарапайым функция. Яғни бұл платформаға жас мамандар тәлімгерде қарапайым еркін түрде кіре алады. Яғни аты жөнін мектеп атауын жазса жеткілікті. Егер мектептің атауын бірдей жасатын болса,
жас мамандар тәлімгерге бұл ерекшелігі екеуі бір-бірімен хабарлама арқылы байланыса алады. Сонымен қатар бұл жердегі блоктарды біз неге әдістемелік қор, нормативті құжаттар, аттестация деп алдық? Себебі ең бірінші жас маман мектепке келген кезде осы жаңағы ең бірінші басты қиындықтар осы блоктар болып табылады. Сондықтан біз жаңағы нормативті құжаттарды бірден сілтеме арқылы бірден жаңағы әділет кз сайтына баратып, кез келген нормативті құжатты, яғни жас маманға біз осы платформаның негізінде көрсете аламыз. Немесе аттестация блогына кірген кезде барлық сол оқу жылына қатысты аттестацияның жаңағы блоктары кездеседі. Енді осы платформаны біз бір ай апробациядан өткізе отырып шығыс сауалнамасын алдық. Шығыс сауалнамасын қолдану кезінде жас мамандарға міндет мақсатын айтып өткен кезде пайдасының зор екені анықталды. Бізде кәдімгі бағдарлама барысында дағдылары мұғалімдеріміздің 80% асты жалпы осы технологиялар әдістемелерді қолдану жас мамандарға кең тәжірибе, кең жаңағы озық тәжірибеде алдан қатарда көрінеді деп сенеміз. Ал құрметті әріптестер, енді біз қорытындылай келе жас мамандарға бұл платформаның қандай көмегі бар? Яғни нәтижесінде не аламыз? Яғни жас мамандарға уақыт үнемдейміз. Жас мамандарға тәлімгерлердің көмегі азаяды, яғни ол жеңілдетіледі. Яғни осы платформа арқылы жас мамандар кез келген материалды ала алады. Сондықтан жасанды интеллект қазіргі заман талабы. Жас мамандар осы жасанды интеллектті күнделікті сабаққа қолдануға көмектесетін таптырмайтын сипаты құрал деп білеміз. Көп-көп назарларыңызға рахмет. Ақмола облысы ұлағат тең командасына құрмет қошеметтеріңіз, қазылар алқасы сұрақтарыңыз болса. Біз мына команданың құрамын көпшілігі ауылдық мектептен ұстаздар кесті, қала жағдайдағы мектептерден бар ма? Бар, енді мынандай бір сұрақ туындап отыр. Қаншалықты осы жас мамандар кәсіп бейімдерде әдістемелік қолдау көрсетіледі. Ауыл жағдай мен қала жағдайындағы ерекшелікті ескертіңіздер ме мына зерттеу жұмыстарында? Әрине ескердік. Мен білім бөлімінің басшысы ретінде бұл бастаманы бір жыл бұрын бастаған болатынмын. Онда міндетті түрде ауылды негізгі тәлімгерлік әдістемелік құралдардың барлығын тәлімгерлік ретінде алып, ауыл мектептеріне де таратып жатырмыз. Яғни қолжетімді көпшілік жағдайлар бар ма? Ерекшелігіңізді жас мамандарды байқап отырмыз. Қаншалықты жаңа сіздің зерттеулеріңіздегі көрсетілген қиыншылықтар сіздердің бастарыңыздан өтті? Бізде енді мысалы нормативті құжаттар, аттестация мәселесіне келген кезде көп қиындықтар болды. Біз жаңағы оқу ісінің меңгерушілерінің орынбасарларының соңынан қалмай әрбір заңды сұрап, әрбір қажеттілігімізді сұрап жүретінбіз. Ал бұл жердегі енді ең ұтымдылығы жас мамандар бұл жерде кез келген ақпаратты блоктан таба алады. Әрине тәлімгер, кез келген тәлімгер бұған құжат жүктей алады. Бұған ешқандай қайшылық жоқ. Барлығына да қолжетімді. Саламатсыздар ма? Қазір таңда бұл жұмыс істеп тұр ма, платформа? Жұмыс істеп тұр, QR-мен тексеріп көрсеңіздер болады. Жаңа ғана мен айтып өттім, бұл ауданның тәжірибесінде жүзеге асырылып жатыр. Негізгі мақсатта алған себебіміз бізде 50 жастан жоғары 56% құрады. Осылардың барлығын жас маманмен толықтыру үшін біз белсенді